Vai explodir no paredão. Olha que menina louca, olha que mulher agressiva, olha que menina louca, olha que mulher agressiva. Президентimiz Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың кітап оқу мәдениетін дамыту мақсатында таңдалынып отырған 7 кітаптың ішінен Оралхан Бөкейдің «Ұйқым келмейді» шығармасын талқылайтын боламыз. Оралхан Бөкейдің «Ұйқым келмейді» шығармасы өте күрделі жазылған. Бұл оны адам өмір ұйқым келмейді деген тақырыптың өзі айтып тұр. Өмірде адамның адасуы. Бұл шығармада басты кейіпкер ұйықтап жатып, ұйқысында түсінде көреді да, соны қатты шатасады, адамдар келіп жатады, тұманда шығады, тұманда адасу болады. Адасуды қалай адасқан жөнде қысқаша мағлұмат алып өтеді. Бұл жерде жас жұбайлар ақ киіммен адасып келіп, тұман ішінде адасып, ажырасып кетіп жатады. Соны бұл шығарманың күрделілігі осынан басталады. Бастап оқығанда шығарманы түсінбейсің. Күрделілігі жаңа тұманда адасу, махаббат, өмір, соғыс кезіндегі жағдай қайталанған. Баста ұйықтап жатқан адам шатасып, жастар шатасып ұйықтап кеткен кезде шығарманы түсінбеуінің себебі бұл жас кейіпкер мектеп бітіргеннен кейін оқуға түсе алмай қалады. Оқуға түсе алмай қалғаннан кейін совхозға тракторшы болып жұмысқа кіреді. Сонда орталықта мектеп-интернат болады. Сол мектеп-интернатқа жан-жақтан ауылдардан келіп оқушылар оқып жатады. Оқып жүрген кезде бір күні ата-бабам кетіп бара жатса, бір қыз мектепке қарай кетіп бара жатады да, сол мектепке кетіп бара жатқан кезде қызға айтады, тоқтап, жаңа алып кетпекші болады. Сөйтіп мектепке алып кетеді жаңа қызды, сөйтіп жаңа қызды ұнатып қалады бала. Сөйтіп ұнатып қалады да, мектепке, интернатқа жаңағы 3 жігіт болып, күніге мектепке жасырын барып, 3 қызбен кездесіп жүреді. Сөйтіп бұның жаңа бақыт деген қызға ғашық болып қалады да, сөйтіп екеуі түнмен Алтай тауларында, сол енді Шығыс Қазақстанның табиғатын енді керемет суреттейді ана жерде. Екеуі су бойлап, таудың басына шығып, екеуі жаңа кәдімгі махаббат болып, махаббат болып өрбиді шығарманың басы. Сөйтіп екеуі жақсы кездесіп жүрген кезде бір күн мектеп директоры көріп қояды да, айтады, жаңа қызды комсомол собраниесіне